Халықаралық қыздар келіншектер күні құтты болсын, құрметті әріптестер, құрметті менің сүйікті оқушыларым. Осылай көңілді отырыңыздар. Бүгін мынау ең керемет іс-шараны жүргізгелі отырған мектебіміздің шоқ жұлдыздар деп айтсақ болады, қазір болады, шоқ құлақ деп айтамыз, Рамазан және Даниял. Бауырым, әдетте сұлу қыздардың сынық сыртқы келбетімен, асханадағы шеберлігімен сыналатын. Ал бүгін қыздардың ғылыми танымын, шығармашылық ойлауы, қалалық конкурстарға лайықтылығын және ұлттық құндылықтарды құрметтеу деңгейі, көшбасшылыққа лайық қабілеті, ғылымға, қиындыққа қарсы тұру табандылығы, уақытын жоспарлап, дамуға бағытталған әрекеттері сыналады. Міне, бүгінгі 21 ғасыр Баян сұлу байқауының мақсаты да осы болмақ. Бауырым, мақсаты дедің ғой, ендеше байқау өзекті. Бәрекелді, өзектілігі не? Қалалық конкурстарға шығарудың, мектебіміздің басты міндетіне сай ғылыми жоба жазуға тартудың тиімді жолы көрінгелі тұр. Ал мұндай жолмен жүру табандылықты қажет етеді. Яғни сұлуларымыз бүгін табандылықтары арқылы көрінгелі тұр. Міне өзектілік. Ендеше құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, әділ қазалқаларымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасы, директордың инновациялық жұмыстар жөніндегі орынбасары Кемерова Фируза ұстаз. Сонымен қатар, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, зерттеуші педагог, әдістемелік бірлестік жетекшісі Қожабаева Жанар ұстаз. Және де қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, шебер педагог Ғалима Майра Өсенқызы. Ортаға 21 ғасыр Баян сұлу байқауының қатысушыларын шақырамыз. Бірінші тапсырма, қатысушылар өздерін таныстырып, образдарын қорғайды. Тақтада критериялар белгіленеді. Армысыздар, қасиетті қазақ халқым. Гүл өссе жердің көркі, қыз өссе елдің көркі деген дана халқым. Мен 9-шы Г сынып оқушысы Қанағат Қаныбек қызы. Бүгін өзім және де өзімнің білімімді сынға алатын сайыста сіздердің алдарыңызға таныстырып отырған образымды қорғап өтер болсам, өздеріңіз білгендей қазақ халқы өзіміздің этникалық, климаттық жағдайға байланысты киімін тігіп және климатқа байланысты кие білген. Дәл қазір бізде наурыздың басы. Қыстаудан көшіп, көктемге көшетін жағдай болып табылады. Және осы мезгілде менің сіздердің алдарыңызға таныстырып өтетін образым, өздеріңіз көріп тұрғандай, кәдімгі барлық қазақ қызында болатын ақ көйлек және сыртынан көктемге көшетін арнайы шапан болып табылады. Ал өздеріңіздің алдарыңызда көріп тұрған арнайы шекедік, сырға, алқа және де білезік және де жүзік әрбір қазақ халқының қыздарының, қыз баласының көркін ашатын өте керемет зерделік бұйымдар болып табылады. Өйткені қолөнер қазақ халқының мәдениетінің, ұлттық құндылығының негізгі бөлігі болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Әділ қазақ қауымы және де оқушылар, бүгінгі сізде кеште сіздерге болатын 9-шы сынып оқушысы Ораза Еңгелек. Менің сіздерге дайындап келген образым бұл қазақтың ұлттық киімі және де үш етекті көйлек болып келеді. Басындағы ұйымдар мен қолындағы бес білезік. Бұл ұйымның біреуі ол тақия. Тақияда көбінесе мойыншақтар мен алқа жіптер және де үкінің жүні қойылады. Бұл қазақтың наным сенімі бойынша тіл көзден сақтайды деген сенім беріледі. Армысыздар, құрметті асыл жандар, маңдайына тек бақыт жазылғандар, өнерліні бағалап қошеметпен, шапалақпен мерейі тасығандар. Дей отыра өзімді таныстыра кететін болсам, аты жөнім Махамбет Үмбет Мерей. Қазақ халқы дана халық, ерте заманнан бастап
қазақ халқы тал бесіктен бастап ұлттық құндылықты бойына сіңіріп, атадан балаға мирас ретінде беріп келе жатыр. Басқа ұлттармен салыстырған кездегі біздің ерекшелейтін бұл біздің ою өрнектеріміз. Біз қазақ халқындағы киімден бастан аяғына дейін ою өрнекпен безендіріліп, тіпті біздің туымызда да ою өрнекпен безендірілген, әбізделген. Ал енді өзімнің таңдаудағы киім үлгіме тоқталатын болсам, менің киім үлгім кеже киім, кеже киім болып есептеледі. Қазақ халқы қаншама ұлттарды, тілі, мәдениеті басқа болса да, Қазақстандай бір шаңырақ астына біріктіріп отыр. Бұл жерде гүл бейнеленген, гүл қыздың нәзіктілігін білдіреді. Қыз өссе елдің көркі, гүл өлсе жердің көркі демей ма? Және де әшекейлерді таныстыратын болсам, әшекейлерде біздің ою өрнектеріміз, соның бірі қошқар мүйіз ою өрнегі бейнеленген. Бастаймын сөздің басын бисмилладан, тірлікпен денсаулықта бастабағым, онан соңғы дәулетім тілмен жағым, Құдай берген 12 мүшелерім, өз өнерім өзіме алтын тағым. Оңтүстік арыс өскен жерім, кірім жуып кіндігім кескен жерім, алғаш рет қолыма қағаз қалам алып, дүниенің базарын салған жерім. 9-шы Г сыныбынан шыққан затым, Амзе деген бір тегім нұр аятым, ұзын бойлы гүл жүзді шырын сөзді, аққұба күн секілді қияпатым. Бүгінгі мен таңдап отырған образымда үкілі тақия бар. Үкілі тақия бізде қазақ қыздарының, бойжеткен қыздардың бір жақсы көріп таққан киім кешектерінің бірі. Үкі бізде тек сән үшін емес, оның бір өзінің мән мағынасы бар. Бабаларымыз бұрын үкі құсы осы жын шайтаннан сақтайды деп сенген. Сол үшін қыз баланың бас киіміне осы үкі құсының қауырсынын таққан. Және де қыздар осы бұрындары қыздарды 5 жасынан бастап шашын итке өріп шашбау тақса, бой жете келе ол қыздардың басына қамшат бөрік, үкілі тақия тағады. Мен 9 сынып оқушысы Құланбек Асылжан боламын. Менің бүгінгі киген көйлегім көк түсті, және де бұл бұрынғы кезде қазақтардың киген киімдері болып келеді. Менің көк түсті таңдаған себебім көк түсті тыныштықты білдіреді. Және де біздің туымызда көк түс тәуелсіздікті білдіретіндіктен мен көк түсті таңдадым. Сондай-ақ менің басында шекелік бар. Шекелікті бұрынғы кезде қазақтар қыздардың келе жатқан кезде балдардың тынышталуы үшін кигендіктен мен шекелікті тақтым. Сәлем бердім ардақты қазақ елі. Мен орта жүз қыпшақ руынан шыққан Саттар қызы Жасмина болып келемін. Және де мен қазір 9-шы сыныбында оқимын. Менің бүгінгі киген киімім ол біздің ұлттық қазақша камзол және де ақ көйлек болып келеді. Менің ерекше көңіл аударғым келетін нәрсе ол менің әшекейлерім. Себебі менің осы сақинам мен білезігім ол бізде отбасымызда ападан қызға деген көп уақыт бойы беріліп келе жатқан нәрсе. Назарларыңызға рахмет. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі жарысқа келіп отырғандарыңызға қуаныштымын. Бүгінгі менің атым Шолпай Нұрбиба, 9-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі менің образым ол шапан және көйлек және әшеке бұйымдар. Негізгі қазақ киімдері бізде екіге бөлінеді, ол ішкі киім және сыртқы киім. Менің көйлегім екі етекті тігілген көйлек. Ал шапан ол қысы немесе суық кездерде киілетін киім. Одан бөлек әшекейлер. Қазақ ата бабамыз негізі әрбір затты бір наным сенімге сыйынып отырып жасаған. Менің мысалы бүгінгі 5 білезік атты әшеке бұйымым бізде екі жағы бүркіттің екі қанатын көрсетсе, ал ортасындағы ол гүлдің символы. Бұл бізде отанның керемет бірлігі және керемет асқақ рухын көрсетеді. Ал құрметті көрермендер, қыздарымыздың келесі тапсырманы орындайтын да уақыты жетті. Келесі тапсырма. Сіздерге парақтар мен смайликтер беріледі. Сол смайликтің көңіл күйі арқылы өлеңдерді мәнерлеп оқисыздар. Досым, біздің мектепте нағыз сұлулар бар екен ғой. Мағжанның сен сұлу өлеңі есіме түсіп, қабер жасап жібердім. Сұлулық ол сөз емес, жай ғана. Сұлулыққа толы сенің айналаң. Найзағай сұлу жарқ-жұрқ етіп жайнаған, ай сұлу қараудан көз тоймаған.
Желде сұлу есіп өтер әркімді, гүлде сұлу исіменен тартымды. Көк аспан төбедегі көк шатыр, тау сұлу дариясы асылы. Бәрекелді. Дайын болу. Мен Қанағат Қаныбекқызы, қазір екінші кезең тапсырмасы бойынша сіздерге өлеңді смайль арқылы оқимын. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген де құрбыларым да бар. Бақдәулет деген, Нұрдәулет деген де кластастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқыттарым да бар. Ал ағайындар, бітті, сау болыңдар. Екінші смайль. Қыз едің, ыбырайдың, балқадиша, бұралған, белін нәзік, о шіркін, талқадиша. 80 қыз серуенге шықса дағау, ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен қадиша. Дегенде, балқадиша, балқадиша, күйеуін 85-те о шіркін шалқадиша. Кетті деп, балқадиша естігендай, тауында жыландының құшақтап қара жерді, еңіреп жылаған нау жан қадиша. Менің атым Оразбай Еңлік, бұл менің екінші тапсырмам. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Бақдәулет деген, Нұрдәулет деген кластастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакеткенмен сарқыттарым да бар. Ал ағайын бітті, сау болыңдар. Қызы едің, ыбырайдың, балғадиша, бұралған белің нәзік, о шіркін талғадиша. 80 қыз серуенге шықса дағау, ішіндегі шолпан жұлдыз жарығым сен қадиша. Дегенде балқадиша, балқадиша, кеуің 85-те о шіркін талғадиша. Кетті деп балқадиша естілеген ай, талына жыландағын құшақтарын қар жерде, еңіреп жылаған мау жан қадиша. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Бақдәулет деген, Нұрдәулет деген кластастарым да бар. Естігендей, талында жыландының құшақтап қара жерді, еңіреп жылаған мау жан қадиша. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Бақдәулет деген, Нұрдәулет деген кластастарым да бар. Ақ көйлекпенен, көк пакетпенен сарқыттарым да бар. Ал ағайындар, бітті, сау болыңдар. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Қара жерді еңіреп жыладың ау жан қадиша. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Бақдәулет деген, Нұрдәулет деген кластастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқыттарым да бар. Ал ағайындар, бітті, сау болыңдар. Қыз едің, ыбырайдың, балқадиша, бұралған белін нәзік, о шіркін талқадиша. 80 қыз серуенге шықса дағау, ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен қадиша. Дегенде балқадиша, балқадиша, күйеуін 85-те о шіркін шал қадиша. Кетті деп балқадиша естігендей, талында жыландының құшақтап қара жерді, еңіреп жылағаным ау жан қадиша. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Бақдәулет деген, Нұрдәулет деген кластастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқыттарым да бар. Ал ағайын, бітті, сау болыңдар. Сен қадиша. Дегенде балқадиша, балқадиша, күйеуің 85-те о шіркін шал қадиша. Кетті деп балқадиша естігенде, талында жыландының құшақтап қара жерді, еңіреп жылағаның ау қадиша. Бауырым, болжау деген сөзді қалай түсінесің? Меніңше бұл біздің ұғымымыздағы бал ашу, нысанабыз дегенім сол 18-ші ғасырда 1770-1780 жылдары болған оқиғаны айтып тұрмын ғой саған. Сол Еңлік Кебек поэмасында Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік Кебек поэмасында бұл нысанабыздың рөлі аса қатты байқала білген. Сол кезде Кебек өзінің алдағы болатын оқиғасын балын аштырған кезде нысанабыз оған ажалың сұрлы биік нұрлы қыздан деген кезде бұл сөз
сол еңлік кебек поэмасының трагедиялық сипатын меңзейді. Осы сөзде не айтылады деп болжайсыздар? Абайдың айтқан сөзі өлеңі, көзінен басқа ойы жоқ. Сіздерге ойлануға 2 минут. Болжау. Көзінен басқа ойы жоқ деген, ол менің болжамым бойынша, көзінен басқа ойы жоқ деген, ол адам тек қана ол көзіне сенеді. Яғни ол көбінесе әр кез келген жағдайда біз естіп, біліп, оны көріп, толықтай түсініп, әр жағынан көріп білуіміз керек. Бірақтан ол адам тек бір нәрсені бір рет қана көріп, соны ғана айта беріп, солай ғана түсінуі мүмкін. Сондықтан оның өзінің сол жағдайды түсінуі аз деп ойлаймын. Абайдың надан адамның көзі болғанмен ойы болмайды деген осы бір өлең сөздері осы жаққа келетін секілді. Себебі көзбен көріп қана шешім қабылдайды да, оны ой санаға салып әрекет етпейді. Мысалы, бір адам жаман іс істеп жатса, оның не себепті жасап жатқанына қарамайды да, тек көзбен көріп жатыр, болды, бұл жаман адам деген секілді пікір қалыптастырады деп ойлаймын. Жалпы Хакім Абайдың өлеңдері, сөздерін оқу қарапайым оқушыға өте қиын. Неге өйткені Абайдың әрбір сөзінің астарында белгілі бір тұңғиыққа сүңгіп кететін белгілі бір тұңғиық ой болады. Менің ойымша, бұда адам тек өзінің көрген нәрсесіне ғана сенеді да. Бұл жерде менің ойымша көзінен басқа көрер жері жоқ деген мағына ол махаббатқа қарай берілген секілді. Көзінен басқа ойы жоқ деген сөзді менің болжамымша тек қана өзінің көрген затына ғана сенеді және де басқа адамдардың сөздерін елемейді. Және де ол көрген затты өз ойында ойламай, тек қана тікелей оймен ғана түсінеді, тікелей смыслмен түсінетін адамды сөз деп білемін. Менің болжамым бойынша көзінен басқа ойы жоқ деген ол әр ситуацияға әртүрлі беріледі. Мысалы, адам бір жағымсыз оқиға көрсе, сол көзімен көрген оқиғаны ғана айтылып кетеді. Ал егер де адам біреуге деген өзінің сезімін білдіретін болса, сол сезімді көбісі көзбен білдіре бастайды. Ойы, болжамы сәйкес келді ме? Ең соңғы бізде графа қалған, сол жерге балын қоямыз. Бұл жерде қазір Дания оқып шығады, бірез оқисын. Бұл өлеңде ақын надандық пен ойсыздықты жазады. Оның айтуынша, маңдайдағы көздің ғана болуы жеткіліксіз, адамның жүрек көзі, зерде көзі болуы керек. Ақыл парасат көзінің болмауы надандық. Ой көзі, көңіл көзі болса ғана адамға шындық сәулесі түседі. Сол арқылы адам іштегі кірін тазартса ғана оның кеудесі нұр сандыққа, болмысты айқын көрінер. Жүрек айнасы болмаса, басқаның бәрі бос сөз. Ал опай сандарын есептеп аяқтағанша 9-шы Г сынып оқушысы Досмұрат Дананың орындауында ертұран күйі. Қазақ тілі және әдебиеті апталығының жоспарындағы бар іс-шараны ұйымдастырған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, қазіргі таңда республикаға танымал ізденімпаз мұғалім Ғалиева Майра апайлардың ұйымдастыруымен 9-шы сыныптар арасындағы ұйымдастырылған 21-ші ғасырдың баян сұлуы
Ал енді бұл жарыстың басқа жарыстан, конкурстардан айырмашылығы неде? Мына біздің қазақтың жастарының, жас бойжеткендердің ғылымға деген құштарлығын, білімге деген ынтызарлықтарын, өзінің сабақтарындағы алған білімдерін ұштастыра арқылы қазақтың ұлттық құндылықтарымен көрсету болып табылды. Осындай іс-шараны ұйымдастырған Майра апайымызға рахметімізді айтамыз. Бүгінгі білім сайысына біздерге қонақтар келіп отыр. Өрлеу біліктілікті арттыру институтының маманы, бізді мына мұғалімдерді оқытатын аға тренеріміз Мақатаева Жанар Имановна келіп отыр. Ал енді жарыс болғаннан кейін, құрметті оқушылар, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шығады. Ол белгілі нәрсе. Бірақ біздің 9-шы сыныптың оқушыларының ішіндегі мына қыздардың бәрі үлкен бір дайындықпен келіпті. Оза шауып, сыныптың ішінен қатысқаны үшін қыздарға бір марапат болсын. Ал енді мына оқушылардың, қатысушылардың атын атап, берілген номинациялар бойынша және жүлделі орындар бойынша атын атауға рұқсат етіңіздер. Мадақтама шығармашыл ару номинациясымен нөмір 2 мамандандырылған 3 тілде оқытатын мектеп-интернатының 9-шы сынып оқушысы Оразбай Еңлік марапатталады. Еңлік келе ғой. Шығармашыл ару номинациясымен. Мынандай апайы өзінің тарапынан жетекшісі сыйлық дайындап келген екен, беруге рұқсат етіңіздер. Мықты болжам шешен номинациясымен 2-ші мамандандырылған 3 тілде оқытатын мектеп-интернатының 9-шы сынып оқушысы Қаныбек Қанағат марапатталады. Мықты болжам шешен номинациясымен нөмір 2 мамандандырылған 3 тілде оқытатын мектеп-интернатының 9-шы сынып оқушысы Махамед Үмбет Мерей марапатталады. Ұлт келбеті номинациясымен нөмір 2 мамандандырылған 3 тілде оқытатын мектеп-интернатының 9-шы сынып оқушысы Құрманбек Асылжан марапатталады. Бұл мадақтама номинациялар. Ал ендігі кезекте жүлделі орындарды атайтын боламыз. 21-ші ғасыр баян сұлу байқауында болжауы Дана Абаймен сәйкес келіп, тапқырлық көрсеткен үшін және шешен сөйлеген үшін 3-ші орын мен нөмір 2 мамандандырылған 3 тілде оқытатын мектеп-интернатының 9-шы сынып оқушысы Жылқыбай Нұрбибі 3-ші орынмен марапатталады. Ал енді тағы да Майра апайы өзінің сүйікті шәкірттеріне Абайдың тағылымын тереңірек оқысын деген ойменен Абай жолы кітабын сыйға тартпақ. 2 томын 21-ші ғасыр баян сұлу байқауында болжауы Дана Абаймен сәйкес келіп, тапқырлық көрсеткен үшін және шешен сөйлеген үшін 2-ші орын иеленген 9-шы сынып оқушысы Әмзе Нұрай марапатталады. Келе ғой Нұрай. Апайынан естелік Абай жолы кітабын ала ғой. Енді сөз кезегін біздің қонағымыз, мұғалімдердің ұстазы Жанар апайға беріледі. 1-ші орынның кім алғаны енді анық болады. Құрметті оқушылар, ұстаздар, бүгін сондай керемет кеш өтіп отыр. 21-ші ғасырдың баян сұлуы анықталды. Ол Әуезова Жасмин.
бір реттік стипендия апайының атынан, ұстазы Майра Галиеваның атынан 20 000 теңге. Бүгінгі конкурсқа мен деген осындай жетістіктерге жетемін деп ойламадым. Бірақтан осындай күшті конкурсты қызықты етіп, әртүрлі сұрақтарын жақсылап жасаған мен ұстаздарыма үлкен рахмет айтамын. Және де сіздердің бүкіліңізге келіп отқандарыңызға, мен осындай жетістіктерге жеткізіп отқандарыңызға бүкіліңізге рахмет айтамын.